Al құрметті Ақтарға достарға қоғысын. Алды. Кенжелейді бұты ол. Бұлдырбай пісен салағасы. Мұна жігіттер деген сөз тыңдап атқан жоқ. Құрметті кластастар, халықтарыңызға жақсылық айтып, бәрі қауым болсын. Olsun beraber, arkadaşsın. Alem bir şömüğün olasını bilmedim. Özüm yıktıran da şömüğün. Şömüğüne jaksı görmem mi? Jaksı görmedim. Yıkılması erkemizden şişemiz. Yani yapıldası. Ne güzel. Al balıklarında mambollar. Koydan dayıva sivri kışlık olsun. Мысалға келгенде денсаулықта мықты болсын барлықтан аузын ашып осындай тойда естелік мына біздің рахмет аллах дейді аллахымызға қозы болды. Ал барлықтарға денсаулық аман болыңдар, аузын ашып болсын. Мына жігіттер мен қыздар мен ойлаймын да бағана асабалар дұрыс айтты. Бізді оқытқан ұстаздарға бар ғой, білмеймін гүлшоқтарын барып аямай қою керек. Қалай оқытты бізді? Түсінбеймін, бірақ көмді ешқайсысын тыңдап отырған жоқпын. Ол енді өздеріне ойланыстар, бірақ енді мына жерге келгеннен кейін қатмашылар басқосқаннан кейін әркімнің өзінің ішіндегі ыстық ықыласы, өздерінің жақсы сөздерді өздеріне айтқанда кішкене тартымды ұят болады енді. Әрқайсының әкелді жамырап, өзіміздің қумай. Дұрыс енді, көптен сағыныш бар, кездесу бар. Сондықтан, есіңде қасқырмен есіңде шамадан өздеріңіз өңгет қаласың. Ұстамда өздеріңіз. Оқыма заман бұл. Ал енді, Дариға апа. Жаңа мақсат Базекең ағамыз өте дұрыс айтып жатыр. Сіз соны тыңдамай ма бана кісілерге әңгіме айтып жатсыз. Ол сіздерді оқытқан мұғалімдерге не то что гүлші, сіздерді оқытқан мұғалімдерге ескертіш қою керек. Мынау қазақта бар ғой, оны күлетін ештеңесі жоқ ағайын. Шуламас бұрын ұғынып білген мән жайды ойланып қара болып жатқан жағдайды. Сабырсыз адам ол айқаймен шуды таңдайды, ал сабырлы адам ол санасыздыққа бармайды дейді. Жаңа мен жерде бір апамыздың ішінен ренішін байқап қалдым. Біздің досы сөйлеп болғаннан кейін де орнынан тұрып соғыстыруға болады ғой стақанды. Бізді соншама сыйламағандығы дейді. Мен құлағым шалқақ кім екенін көрсетіп тұрған жоқпын. Сондықтан да өздерің білесіздер, жаңа Зоя апамыз ойдай адамды таныстырып өтті. Бүгінгі тойда ақ тілегімізді арнайық, санасыздыққа бармайық. Ең бастысы ашуланса орнынан тұрып кетіп қалатын ысқыртан айырып қалмайық. Білесіз ғой, мектепте тұратын аяғын жаңа айтты ғой аяқпамыз. Сондықтан да шуламай отырайық шағайында. Сіздерді білмеймін, 45 жылда мындай болып, 10 жылдықта қандай болғандарыңыз құдай жар болсын. Ол кезде ауыздығымен алысқан, бір-бірімен танысқан апталдай азамат болдыңыздар ғой. Дұрыс, жан-жаққа кеткен. Жаңа Зоя апамыз айтты ғой, біздің кластың жігіттері кілең бір-бір әдемі келіншек алып алған дейді. Бәрі де әдемі келіншек алып алған дейді. Сол әдемі келіншектер мына жігіттеріңізді қандай қылып қойып отыр, көрдіңіздер ғой. Мынау іске қылып қойған. Бәрі де бір үш келіншек күйеуі мақтап отыр дейді. Бірінші келіншек айтты, менің күйеуім арыстандай айбатты десе, екінші келіншек айтады дейді, сенің күйеуің не тайыр, менің күйеуім жолбарыстай қайратты. Үшінші келіншек не айтарын білмей қалып, менің де күйеуім сондай хайуандарды біреу ғой деп айтты. Жастар суреткесі болайық, келіңіздер.
шығал қадірлі түлектер, мына ортамызда да біздің осындай өнерлі жігіттерді тәрбиелеген, осы сіздердің орталарыңызда қолына домбыраны серік етіп, жалпы қазақта айтады ғой, домбыра ермек емес, жан серігім дейді. Сондықтан да бір жолдасы болады әр серінің десек, өзінің серілік тұрғанымен қолынан қара домбырасын алып, қашанда құрдастарға өзінің қуанышын сыйлаған жаңа Базекең ағамыздың нұсқауы бойынша ағамызды бір қол соқ ортаға шақырайықшы. Домбырашы Әміре, ой, бәрекелді. Әміре Қошаубаевтың нағыз өзі. Ой, бәрекелді. Бәрекелді. Ал енді Әміре аға, күйді айтамыз ба әлде өлең айтамыз ба? Өлең айтайын десем жарысын ұмытпаған. Күйт айтайын десем қолымнан ауратты бір айтқан сұрай қадай отырып, естерін білмей отырмын өзім. Онда жартысын өлең, жартысын күй қылайық та. Кішкене ойланып алайыншы. Жартысын ойланып алайын, онда мен дала ашып кетейін. Үйге өрт шешіп кетейін. Мынаяқтың намыран томыран кесілмей алатын ғой. Құрметті құрдастарым, жас кезде айттым ғой, енді біреулерін білесіңдер, біреулерін білмейсіңдер. Ол уақытта өтіп кетті. Мына жас асықтың өтіне шығып кетті. Баяғы дауыс жоқ, ауызда тістер жоқ депті ғой біреу. Сол айтқанда соның кері өзімде де отыр. Енді мына қинап отырмын, бәзірдің көз көрген қоймайды ғой. Жаңағы Сырбай ақын ағамыз айтқандай, қиын екен көз көрген, ішейді іштім, аман жоқтан іштім қойды. Сол айтқандай, енді мына Маңғыстаулық сері дейміз ғой, олар ояқ жақ қайқы деп айтады да, соның бір 60-70-ке тақап қалғанда белгілі жаңа әнші атамыз дей берейік, соның бір осындай қоштағанда айтқан соңғы бір өлең бар екен, 60-ның үстіне шыққан. Құнанлар деген соны айтып берейін.
Шіркін не деген дауыс. Ой, бәрекелді. Әншаға, аяулыға, ардақтаға, тап сіздей бұлбұлданге, салмақтаға, өзіңізді тыңдатты қыргүлдері. Ой, дегендей. Отырып қамырағамызға. Бәрекелді рахмет. Енді қатарымыз толығып, міне бүгінгі алқастарханымызға жайғастырып, біз енді осы кластың келіндерін, әулеттік деп айтып өздерді. Осы кластың келіндерін жаңа Райла тәтем бір 5 қыз дайындап қойдым деді. Ой, бәрекелді, Алла сыйласын. Табаған рәсім жасайық, астан алдырып болсақ, дегенде келіңіздер. Bir konser oturayım. Değerli orada tutayım. Жұбайлары қойып, бір шаңырақтың шырағын жағып отырған, сол әулеттің ошағының отын түтетіп отырған жеңгелерімізге Алла разы болсын. Неше жыл болды сіздің келін болғаныңызға? 40 жыл дейді, сізге? Күйеуіңізге? 36 бар. Миына шешіп сұрағым. Рахмет. Сіздікі? 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 Бәріңізге мұқтар? Қарғышын бір еркетке шыдап оларымның айырды қолдан келмейді. Баяғыда Райла деді кішкене сабыр сақтайып, насоқы деген біле болды баға. Баяғыда үйленгендерінде 40 жыл болған атамызбен әжеміз шай ішіп отыр дейді. Атамыз әжемізге айтты, жаным бүгін сенің шайың тәтті деді. Әжеміз шошып кетті, ойбай мынау жаным деді ғой. 40 жыл айтпаған сөз айтты. Мынан бір жері ауырып жүрген жоқ екен, мынан бір жаман түс көріп жүрген жоқ екен, шалауы 40 жылда естімеген бір жыл сөзін шығар, жаным деп айттың, сыры неде десе, атамыз келеді дейді, үйленгенімізге 40 жыл болып, атың күртіп қалып отырмыз енді. Сол сияқты атың күртіп қойып қойып. Бәріміз бірге сәлем етейік, бір қол соғып қошеметтеп отырайық. 1, 2, 3. Ал енді, мынау үшеу бар, 4 жеңгеміздікі үйленгендеріне 40 жыл болған. Мына апама риза болып тұрмын да, себебі осы кісі подарканың бәрін ұйымдастырып жүрген. 36 жыл дейді. Онда да есіне шаққа түсіріп тұрды. Онда да біреу через кого-то біреу арқылы сұрап алып, қай уақытта келгенін де білмейді. Әйтеуір осы үйде жүрмін әйтеуір дейді. Бір подарка беріңіздерші, әншейін апамызға. Бір консор отырайықшы, бір подарка бар ма? Миымыз ашырамайымызға той айтты. Bir klasstasım trospен келеді сабаққа деді. Bir кластым тас ойнап мектептен шығып кетті деді. Bir класстасым көкбет деді. Соларға жүрек шыққан бізде қатын болып отырмыз деді. Рахмет, Алла сыйласын. Соларға шыдап біз қатын болып отырмыз дейді. Ана қараңызшы, қатын болып отырмыз дейді. Негізі қатын десе біреу ренжіп қалады. Баяғыда бір атамыз келіншегіне отырып, қатын шайың дайын ба деген ғой. Әжеміз ренжіпті жеңгеміз. Сен маған өмір айтпаған сөз айттың, қатыным деп айттың. Үйленгенімізге 28 жыл болды. Мен сенен бірінші рет естіп тұрмын. Мұндай қатын деген сөз деген кезде атамыз сөз тапқанға қолқа жоқ. Біздің пайғамбарымыз өзінің сүйікті әйеліне қатыным деген. Қатын деген бесәттен тұрады. Қамқоршым, ақылшым, тынысым, ырысым, намысым деген сөздің басыр қиналған десе, жеңгеміз кіреді дейді, ойбай, 28 жылдан мен деген айтпайсың. Сол сияқты табандар сізге. Бір қосып қошеметтеп қояйық, жеңгелеріміз жақтап қойып жасайық. Бәрекелді, рахмет. Не болды? Мынау 40 жыл болған принцессалар.
Mынау сіздерге. Келіңіз апа. 40 жыл болған. Бәрекелді. Корей, рахмет. Музыканы мен ашып жүрмін. Корейский сериалдағы принцесса бар. Салайда қадірді түлектер сіздерге де арнайы дайындалған біздің алғыс хаттарымыз бар. Райла дәлде солай ма? Сол алғыс хаттарды табыс етейік. Кім қалай, қай жағынан қалай алайын отырған білмей бәйтеуір анықтап айтып. Мынандай шулап отырғандарға алғыс хаттың неге бар білдірді. Алғыс хат арқау. Базеге, мынау мен бүгінге шаққа шығып тұрмын, сіз неше күннен қалай шығып жүрсің мынауға. Алла сыйласын. Ой, не деген әдемі би. Алғысқа дейді. Ең біріншісін оқып беруге рұқсат па? Жарасын жүктеп түрегін. Мектеп бітіргенімізге 45 жыл толуына орай ұйымдастырылған кластастар кешінде ерекше көзге түскені үшін жарасымды жұп номинациясын жеңіп алған Маманбаев Базар Алмалбековне. Дұрыс. Белден сүйіп жарасын жұп тайы жүрмейміз.
Şöyle bir sorunuzda. Ben diyeceğim. Мектеп бітіргеніңізге 45 жыл толуына орай ұйымдастырылған класстастар кешінде ерекше көзге түскені үшін жоба жыл номинациясын жеңіп алған Абаш Берік Жарқынаймен. Абаш Берік Жарқынаймен. Жомарт жұп. Рахмет. Кімге дей беріп атқанға кімдейді жомарт жұп деп түбі. Біз қос музыканы бәрекелді. Берік берек ортаға. Бәрекелді. Сөзге солай жомарт жұп. Грамоты көтеріпті. Мені тыныштық. Құрметті біздің алтын класстастарымыз. Құрметті біздің алтын класстастарымыз. Міне мектеп бітіргеніңізге де 45 жыл уақыт зымырап өтіп кетіпті. Алла Тағала енді қалған жерге Алла Тағала өмір берсін. Отырған жерлеріміз төл болсын. Балапандарымыз аман болсын. Енді Алла 50 жылдық одан да жылдарға кездесе беруге Алла нәсіп етсін деймін. Мынау біз Мейрамкүл екеуміз осы класстастарымызға естелік болып қалсын. Артында ұрпақтары өсіп келе жатыр ғой деп алғыс хат марапаттап осыны дайындап келгеніміз номинация бойынша әрбір жұпқа, әрбір класстасымызға өзіміз сипаттама беріп номинациямен марапаттаймыз. Барлық класстастарымызға осының ішінде. Алғыстар мектеп бітіргенімізге 45 жыл толуына орай ұйымдастырған класстастар кешінде ерекше көзге түскені үшін ең әдемі жұп номинациясын жеңіп алған Кенжалет Жаңабай Алмагүлмен. Осы мәтінде номинацияны жеңіп алған сабырлы жұп Сейчапаров Айболат Ханымаймен. Тойдың сәні номинациясын жеңіп алған Нұран Марат Күшінімен.
жақсы рахмет мен камерге отырып кетсін отырып кезінде отырып саған 45 жылға бұрынғы солидарность. Осы мәртебеге ең бақытты номинациясын алған Төлешов Аманбай жолдасымен. Осы мәртебеге дана номинациясын алған Өтебаев Рақым. Ал енді әрі қарай жақсы тілекті жалғастырайық. Мен осы ортаға Амантай ағамызды, жолдасымен Рақым ағамызды, Зира апамызды, Сұлу апамызды және Райса апаларымызды бір қол соғып ортаға шақырсам деймін. Қол соқпай ортаға келсін. Амантай, Рақым, Зира, Сұлу, Райса. Қарсылай, қол соғай! Ой, Сұлу апамыз кезінде жадан жарға секірген қыздар ғой. Қазір балбағын сақтап тұр. Той құтты болсын аға. Ал енді құрметті азаматтар мен азаматшалар, бүгін 45 жылдық себебімен басымызды қосып отырмыз. Алыстан келгендеріңіз, жақындан келгендеріңіз қош келдіңіздер. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болып, осындай қуанышты күндерде кездесіп 45 жылдығымыз құтты болсын. ал құрметті құрдастар жастастар мынау кездесуіміз құтты болсын өмірлеріңіз ұзақ болсын бақытты семья болайық тыныштық болса сөйлейін деп ана құрметті кластастары бүгінгі бір өміріміздің 3 жасқа дейінгі бақытты өте бір бақытты күніміз өтіп жатыр бүгінгі күн. Өмір бақи есімізде қалатын, кез келген жерде көргенде бір-бірімізге мәз болып айтатын бақытты күніміз болсын. Отбасымызда да болып жатқан өте бақытты күніміз себебі біз 3 жасқа дейін сәби болдық, бала болдық, студент болдық, бұдан отбасымызды бағамыз деп, бала-шағамызды тәрбиелейміз деп, жеткіземіз деп, еріп-сүйіп болып жұмыс істедік, еңбекпен тапқан табысымызбен балдарымызды жеткіздік. Соның бәрінің нәтижесі бүгін көріп жатырмыз. Сол күнге осы күннің бәрі осы жаққа келгенде де осы балдарымыздың қолдауымен едік. Ойбай, мама, сонша жыл болып жатыр ма, ауырған ма, бақытты айтты. Кейде ауырып та қаламыз, шынын айтқанда. Енді мен сіздерге дейтінім, қалған уақытта аман болайық, ауырмайық, бәріміздің отбасымыз бақытты болсын, бала-шағамыздың рахатын көрейік. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, 45 жылдан кейін мектептерден кейін кездесіп жатырмыз деп. Осы күнге жеткізгенге бір Аллаға құлшылық жасап рахметімізді айтайық, басымызды иіп, енді өте жақсы жасқа келіп жатырмыз, зейнеткерлікке жеттік. Оның үстіне пайғамбар жасына да менде жетіп жатырмыз жайдап. Азаматтарымыз аман болсын, енді азаматтарымыз жаңағы зейнеткерлікке шықсын, бәрінің тойының куәсі болайық. Осылай ардақты ана, асыл әже болып, бақытты өмір сүрейік, аспанымыз ашық болып. Насыл қашыр. Ал құрметті кешке жиналған тойшы қауым дейміз ғой, үлкен той. Той бәрімізге ортақ, бүгінгі тойымыз құтты болсын. 45 жылда басымыз қосылып, үлкен ланасы кездесу, той, қуаныш болып жатыр. Осы қуанышымыз, қызығымыз ұзағынан болсын. Алланың көзі түзу болсын. Мына
осыдан 45 жыл бұрын жас жаңағы талапкер қыздар жігіттер болып тарап еді. Қазір үлкен ата әже болып басымыз қосылып жатыр. Алла осы жағынан бере берсін, көпсін берсін. Мына алыстан келіп жатқан кластастарымыз, сіздерге көп рахмет. Алланың нұры жаусын, көсегелерін көгерсін. Мына ауылда шаһардағы бірге өскен, бірге жүрген кластастарымыз осылай ауызбіршілігіміз молынан болып осылай ұйымдастыра берсін. Мына Базокке, Маратқа, Бекетке, барлық жігіттерге, Райлаға, Дариғаға, Дашаға үлкен көп рахмет. Семьяларында отбасылар аман болсын, дендеріне саулық берсін. Көрінген балдарының қызығына тоймай өсіп өнуді Алла нәсіп етсін. Аманшылық болсын, басымыз осылай тек тойда қосылсын. Бүгінгі болып жатқан мынау 45 жылдыққа келіп жатырмыз, бәріміз басымыз құтты болсын, отбасыларына аманшылық, денсаулық, балдарының қызықтарын көріп жүре беріңдер. Мінекей мына бас қосып жатқан мына қыздарым, балдарымыз мына кімге, Базарбекке, Райлаға, Дашаға, Дариғаға рахмет. Өстіп біздің басымызды қосып, бәрін жестіріп жинап біздің басымызды. Рахмет көптеп. Мына келіп жатқан алыстан келген кластастарымыз, сыйлап, Райса, келіп жатқан тағы балдарымыз, жан жақтан келіп жатқан Жанзира, бәріңізге де рахмет, келіп сыйлап жатқандарың. Тағы да 100 жылдықта тағы кездесейік, аманшылық болсын. Бәріңе көп рахмет, бақытты болыңдар. Көп рахмет, ардақты ағайындар. Жаңа осы ортамызға келіп мінекей ақ-тілегін білдірген кластастарыңыз, сыныптастарыңыз Алла тілектерін қабыл етсін. 45 жыл, 45 жас, 45 көктем. Қарап тұрсаң арада қаншама жыл өткен. Бүгінгі күнге мынау жеткен армандарыңыз жоқ, аман есен бас қосып сіздер жеткен. Осындай күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді. 45 жылдан 50 жылға, 60 жылға тек Алла бәрі келді. Өзіңді танымай отырыңдар дегіміз келеді. Той құтты болсын, Алла сыйласын. Енді осы ортада Тілеу де бар, Қабақ та бар, Қырғыз да бар. Сол Қырғыз Республикасынан келіп отырған апамыз да бар. Олай болса осы шалқардың гимніне айналған осы Тілеуді, Қабақта, Қырғызда әңгіме болсын бар. Жерлес бауырымыз Қарабай Оразайттың әні байқадым деген ән. Бірге айқайлап бір қол соғып отырайық, шулап отырайық. Бәрі шулап отырмыз ғой. Olmadan
Жалпы қазақта айтады ғой, адам қамын ойлаған ол даналықтың белгісі, заман қамын ойлаған ол саналықтың белгісі дейді. Міне бүгінгі ортамызда әр адамзат өзінің отбасының қамын ойлап, міне бүгінгі қуанышты күнге аман есен, бас аман бауыр бүтін жетіп отырғанымыздың өзіне шүкіршілік етеміз қашанда. Олай болатын болса, Алла осындай күндеріңізді көп қылсын деп, ойындарыңызды жоқ, көліктеріңізді көп, көңілдеріңізді тоқ қылсын деп, бүгінгі тойға арнайы әдемі ақ тілегін арнап келіп отырған Бөлекбай ағамыз, Сәни апамыз, Балзада апамызды, Айман, Әсима және Бекет ағамызды, Сәнтай апамызды бір қол қошеметпен ортаға шақырайық. Қол соғайық. Мына Бөлекбайға беріп жатыр, бірақ та Красты қызы Балзада бастасын, мен аяқтаймын. Рахмет. Құрметті менің класстастарым, бүгін бәрімізге 45 жыл болып, басымызды қосып жатыр екенбіз. Құтты болсын, ұзағынан болсын, отбастарың аман болсын, бала-шағаларыңның қызығын көріңдер. Мына 45 жылдықта қызмет істеп жатқан менің алтын класстастарыма рахмет. Алла сыйласын, еңбектерің Алладан қайтсын. Көзге түсіп жатырған Маманбаев, Базарбек, Райкамыздар, Дашамыздар, кеше Айбол Қазан басында қызмет істеп жатыр. Марат істеп жатыр. В общем, қай-қайсысы да барлығы да көмектесіп жатыр. Рахмет, Алладан қайтсын қызметтерін. Бәріңе де көп рахмет айтамын. Мына алыстан актерлетіп келген, Қырғызстаннан келіп отырған Рахиламызға да көп рахмет. Бәріміздің басымызды қосып, сағынышымызды басып жатырмыз. Көп рахмет айтамын. Мына Ақтөбеден менің парталасым Берік келіп жатыр, жарқын жолдасы. Оларға да көп рахмет айтам. Пойыздан түскен кезде қызметін істеп, біздерді сыйлап жатыр. Алладан қайтсын қызметтерін. Нағдейм енді. Неше күннен бері осы істеп жатқан қызметтерің Алладан қайтсын. Отбасыларыңда тек қана той болсын. Әр уақытта осындай 45 жылдан кейін да 50 жыл, 70 жыл осындай кездесуіміз бола берсін. Ауызбіршілігіміз мол болсын. Әр уақытта тек қана оттардың басына денсаулық тілеймін, қуаныш тілеймін, ауызбіршілік тілеймін. Құрметті класстас, қыздар, ұлдар, жігіттер, бәрімізге де мына бүгінгі 45 жыл өте жақсы кездесу болып жатыр. Осы кездесуді ұйымдастырған қыздарға әрине айтатынымыз бар. Қыздарға, жігіттерге үлкен рахмет, отбасыларына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Мына алыстан келген Райса Көбеева, Жансира, Берік, Ақтөбеден келген қыздар себеппен басымызды қосып, бір-бірімізді көріп қауышып жатырмыз. Әрдайым да жолдан ақ болсын, теңде осындай жақсы кездесу жүйе үшін бәрімізге де отбасыларына амандық тілеймін. Жақсылық болсын, жан-жағымыз аман болсын. Қыздар, жігіттер, әрі қарай осындай жаңағы айтып жатыр ғой, осындай кездесулер көп болсын. Құрметті қыздар мен жігіттер, қош келсіздер мына бүгінгі үлкен мейрамханада мына көптен бері күткен
Мұқтарларда айтып жатқан 45 жылдыққа қош келіпсіздер. Бәрімізді қуанып жатырмыз, ұзағынан болғай. Мына айтылып тілектердің бәрі қабыл болсын, ұзағынан болсын. Алыстан келген гүл жаратын жоқ. Ұлдар, қыздар бәрін бөліп алатын. Айрып ештеңе жоқ, бәрі осы кластастың қыздары, ұлдары бәріне қош келіпсіздер. Ары қарай тағы да кездесе берейік. Мына кешеден бері қызмет қылып жатқан мына Б класының, А класының келіндеріне мыңдарға рахмет. Тікесінен түк тұрып жатыр. Орамалдарын тартып, табаққа сәлем жасап, бәрі ұзағынан болсын. Мына қосақтармен қосағын үлкен өрлі шүгірі болыңыздар. Жайылған жапырақтарын бізде көріңіздер, бірге көріңіздер. Ал айтылып жатқан тілектердің бәрі пешіне құлақ жағынсын. Мына кешеден бері жүріп жатқан мына ол қыздар бар, бөліп жармай-ақ қойын, атамай-ақ қояйын. Бәріңді денсаулық, отбасыларына амандық, ұзағынан болсын. Аман саулықта кездесе берейік. Той қаласа берсін. Ақшаға маусымдан айтылады оға дұрыс. Сайға соң жаңа маусымдан айтылады олса. Құрметті де, барлығымыз тыңдайықшы. Тыңдамаса сюжетім де айтады ол қазақтан. Құрметті, қадірлі де менің Бүлікбайымның кластастары, Әлбей Жакелдин атындағы мектептің түлектері, бүгінгі сіздердің 45 жылдан кейінгі кездесу тойларыңыз құтты болсын біріншіден. Екіншіден, бүкіл шаруаларын тастап, Қазақстан емес, анау Қырғыз елінен өзінің немересін ертіп келіп отырған Рахил аға, Мақат елінен келіп отырған Жанзер аға, анау Алматыдан келіп отырған Шынай мен Ақмаралға, сосын анау Ақтөбеден келіп отырған қыздарды бастап келіп отырған Бекет пен Жарқынайға және Бүлікбайдың Ақтөбедегі қыздарына көп рахмет сіздерге. Енді біз сіздердің осындай жүздеріңізді көріп, мынау сыныптың келіндерімен танысып, қуанып жатырмыз, ұзағынан сүйсіндірсін. Мынау Ағаты мен Мейрамкүлге осынау сыныпты сағынып, осындай жақсы отбасын көздерімен көріп, сүйсініп, бүгінгі күні алғысқа тапсырып жатыр. Ол да олардың сондай шығармашылық, креативті жандар екендігін білдіріп тұр. Көп рахмет. Енді сіздердің бәріңізде осындай көңіл күйде отырып, мынау бағдарламаны WhatsApp-та ашып қарасақ, бағдарлама өте әдемі күйде жазылғанын бірден байқадыңыздар. Себебі бағдарлама қалай ұйымдастырылғаны, жазылуы бәрі уақытына шейін дәл келіп, кешелі күні Шалқар көлінің жағасында өзіміз мықты Бүлікбай екеуміз демалып, керемет көңіл күй кештік. Ешқандай шаршаған жоқпыз, ауруында ұмытып кетті Бүлікбай. Сіздерді көргенде сондай, сіздерге көп рахмет, осындай менің жолдасыма осындай көңіл күй сыйладыңыздар. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Қазақта айтады ғой, балам барым, немерем балым, шөберем бағым дейді. Сондықтан да барлығыңыздың жанұяларыңыз баққа айналып, соның жемісін көре беріңіздер. Тойға ұлассын. Барлық осы Бүлікбайдың кластастарына, жаңағы мен Бүлікбаймен Бүлікбай 8-ші класс сіздермен оқыса Жангелді мектебінде. Мынау қалған кластың қыздары нөмір 1-ші қазақ орта мектебінде менімен оқып. Ана Ақмарал келіп мені сұрайды, Саня, сен осы кластың кластас қыздарының бірі емессің бе дейді. Мен айтам, 8 жыл олар бітіргендеріне 8 жылдығын жасап жатыр. 9 пен 10-ды нөмір 1-ші қазақ орта мектебінде оқыды, бірақ та мен Бүлікбайға келгендіктен осы кластың келіні ол атана, сондықтан баршаңызға иіліп сәлем беремін. Сосын мынау Райла табақ алуға мені шығармады, себебі сен қызсың әрі деп. Қыздар, бірге оқыған қыздар есерде Райла саған көп рахмет. Мынау ұйымдастырып отырған вообще тойдың бұлатысынан, болғаннан бұлатысы қызық дейді.
мынау Базарбекке ұйымдастырған Райлаға неше күн ызыңсыз, ушусыз, айқайсыз, ұрыссыз, сабырлықпенен сондай ұйымдастырған екеуіне көп рахмет. Енді оны қолпаштаған ары қарай жаңағы қыздарға, бүкіл қыздарды жарып, барлық қыздарды айтам, өйткені біреуі турады, біреуі жасады, біреуі жуды, барлығы атсалысты. Осындай әдемі болып атсалысқандарға көп рахмет. Енді мынау біздің сыныптың жаңағы келіндері, мынау Аймырзаның үйіндегі Ләззат бастаған, Базарбектің үйіндегі Алмасгүл бастаған, Айгүлдің үйіндегі Қанмай бастаған, Мараттың үйіндегі Гүлсін бастаған, Сабиттің үйіндегі Күлай бастаған, Бекеттің үйіндегі Сантай бастаған, және Бүлікбайдың үйіндегі Сания бастаған шамалы ойынымыздар. Шамалдан кейін асаба ойната, сіздердің көңілдеріңіз, үйдегі немерелеріңізді ойлап, сондай өздеріңізді жарқын болсаңдар, барғанда немерелеріңіз де сіздерге қарап қуансын дегендей ойын ұйымдастырады қазір. Рахмет көп. Жындойын ба, жындойын. Тек қараңыз көріңдер. Қыздар болады ғой, қыздар ұлдарды жекпе-жекке шақырады. Қыздар ұлдарды жекпе-жекке шақырады. Ең бірінші Майра тәтемізді шақырайық. Майра тәтемізді шақырайық. Майра тәтеміз. Майра тәтеміз. О, келіңіз. Бәрекелді. О, рахмет. Майра тәтеміз көрдіңіздер ғой, киімі қандай өзіне жарасып тұр. Таза сыған қапымызға қару. Цыганский киіммен Майра тәтеміздің жекпе-жекке шақыратын ағамыз Марат ағамыз шақырады. Рахмет. Ал енді қай Марат? Марат. Тақиясы бар Марат. Тақиясы бар Марат. Шашы бар Марат, шашы бар Марат, шашы бар Марат. Келсін әке, осындай. Марат дейді. Марат дейді, Марат ба негізі? Ал, бәрекелді, ал мәке, жалпы сыған аурумен ауырып көріп педіңіз? Сыганский аурумен ауырып көріп педіңіз? Сыганда жоқ. Енді, мынау Майрадай, талшылықтай бір алған кластас қызыңыз сізді сыған бейіне шақырады. Сыганды, ошын жерді ұла бересің ғой, сол сыған жауып шығады. Ал кеп, 1, 2, 3, байлапа, кетті! Хай! Тапса болды! Дұрыс. Енді бұл сіздің жасыңызға келіп билеудің өзі бір мәртебе. Мен ішінде ойлап тұрмын, мына кісінің жасына келіп мен сөйлей алсам болар еді. Сіз Құдайға шүкір билеп жүрсіз. Сондықтан да сіздің бүгін көңіліңізді көтеріп, жалпы елге сыған киімін киіп, әдемі өнер көрсеткен Майра тәтемізге толғысын шартарап, тасышы терші, о бейтарап.
tara жаның тағытпасын ән қалықтасын қайранбасын ғарықпасын өзіңді қоймай қанықтасын майрабамыз қамықпасын ешқашан бәрекелді бір қол соғып қошеметпен отырайық рахмет мына майрабаға берейін о дұрыс мынау Марат ағамызда бір қол соғып қошеметпен қояйық Дариға тәтемізді қол соғайық қошеметпен ортаға салайық Дариға тәтеміз бәрекелді ой дегендей дұрыс мен шындығына келген кезде биге шақырған кезде сізге билік деп айтуға қорқып едім алла сыйласын Дариға тәтеміздің жекпе-жекке шақыратын жігіт әрі сері әрі еңбекқор Азия дауысынан барып қатысатын ретті алмай қайтып берген Сидней олимпиадасын телевизордан көрген Әміре ағамыз ал енді Дариға апамыздың Әміре ағамызды биге шақыруы ол кәдімгі ұлттық би қазақ биі қорсақ отырайық Әміре бір жерге ауыстырған жоқ па? Сізге қарағанда Дариға апам күшті билеп отыр. Тағы бір дайындау қара жорға бар ма? Қара жорға. Шықтың зорға. Түстің торға. Әзірге Дариға қолда бара. Қол соғайық. Қазақтың биі қара жорға. Дайын ба? Ой, бәрекелді. Сіз үшін бәрін істеп отырмыз аға. Енді бір салада болғаннан кейін әдемі дауысыңыз бар, қоңыр дауысыңыз бар. Мен бір өлең айтып берейін, содан кейін қоямыз. Жоқ, өлең емес. Тишто, Дариға апамызды деп өлеңмен алдайтыныңыз болсын ба? Менен айналып, сізге айналып. Мен айнала беріңіздер, ешбір өлеңіңіз. Дайын ба, Бека? Ой, дегендей. Ой, бәрекелді. Жүрген жол сол жерде қарап қойшы екен. Жолға болса ол. Бағында үйретіп пе? Қамаш айтып қоям қойшы айтты. Кеш. Rahmet. Rahmet. Hayır. Rahmet. Әміре ағамызға қарап айдалып тұрған менің ішім сып кетті жүр. Баяғы жартас бір жартас Әміре ағамызға сізге қол соғып қошеметтеп қояйық. Қыздан кінә жоқ. Қыздан кінә жоқ. Қыз өліп отыр. Қол соғып қояйық Дариға апамызға. Алла сыйласын бәрекелді, қол соғып қошеметтеп қояйық. Ал енді ортаға шығатын Ағалтын әпкемізді қарсы алайық. Ағалтын апа, қайда? Опа! О, какая дерзкая! Русская! Корея! Қытайша! Бұл енді Ағалтын
Алтын апамыздың башына жекпе-жекке шақырғанда осы жерде ертелі жүгіріп жүрген Бәсөк ағамыздан. Рахмет. Базеке, емші қожынды көріп пе едің? Емші қожынды жұмақ сериалды көріп пе едің? Көргенсің бе? Билеген көрмей жоқсың ғой. Жай бейді қолын соқтай бересіз, Әмір ағамыз ұстадық. Бәйгелі, қосылай, ағалына паша бер, Базекең. Сіздің бейіңіздің салтынан қарап тұрып, мен ойлап тұрмын. Мен сен тұрған жақсыз. Мен емес, амал өзі. Сондықтан Базеке, көп рахмет, Алла сыйласын. Ал енді ағалымнан да мен сізге ризамын. Сізді көрген кезде Кореяның Қытайдың қаптардың өзі таңғалатын шығар. Мына әдемі нақышына келтіріп, Корей биін, Қытай биін билеген ағалым апамыздардың қолын соғып қошеметтеп қояды. Енді Қазаларыма пишканаган Мұрадаған қолға Қазаларыма пишканаган Мұрадаға қолға бүгін түшканаган Мұрадаға қайда? Мұрадаға! Рахмет. Ойда репетиция жасауды ағамай. Басында қырғыздың тақиясы, өзі қазақтың мафиясы, билейтін өзбектің биі. Бір қосыға, Мұрат ағамыз және Астапамыз. Arıstavamızda birlikte kolmadı. Şimdi arayla nasıl yapma? Dur. Oy, böyle geldi. Oy, digin değil. Murat ağam sonunda yeste. Arıstavamızın önerin keşte. Murat ağamızda kol sorayı, Arıstavamızda bedeniz işleşti. Yürüyüş geliyiz ara. Yürüyüş gel. Bergenler. Al hem de şeyler. Nasıl? Ben seni birbirine sisip bilirim. Nasıl?
Dұрыс, аба, көп рахмет, Алла сыйласын. Қол соғып, Мұстафаны шығарып салайық. Алла сыйласын.